Бүгін интернетте күн сайын жаңа жаңалықтар шығады. Жасанды жүрек, Даун синдромын емдеу, көзілдіріксіз көруге арналған тамшылар, жасанды азғалар, тәуелдікке қарсы вакцина. Қарасаң, адамзат барлық ауруды жеңіп қойғандай көрінеді. Бірақ маңызды бір нәрсе бар. Мұндай жаңалықтардың көбі дайын емес. Олар зерттеу, тәжірибе немесе алғашқы нәтижелер ғана. Технология өте жылдам дамып жатыр. Бірақ цифрлық дәуір бізден тек таңғалуды емес, ойлануды талап етеді. Сыни ойлау, жауапкершілік және ғылымды жарнамадан ажырата білу керек. Бүгінде ақпарат түсініктен де жылдам тарайды.